Бәріңізге ассалаумағалейкум. Жеңіс құтты болсын ағайын. Геннадий Головкин кеше ғана жапондық Риото Муратаны нокаутқа жіберіп 42-ші жеңісін алды. Кеше ғана өткен 12 раундқа есептелген орта салмақтағы IBF және WBA супер чемпиондық атағы үшін жекпе-жек 9-шы раундта көрнекті қазақстандықтың жеңісімен аяқталды. IBF тұжырымы бойынша екінші рет қатарынан әлем чемпионы атағын қорғаған Головкин үшін бұл оның 44-ші жекпе-жегі және 42-ші жеңісі, оның ішінде нокаутпен 36-ші жеңісі болды. Кәсіпқой рингте 19-ші жекпе-жегін өткізіп, қоржынында 16 жеңісі бар Мурата үшін жеңіліс мансабындағы 3-ші болып шықты. Осылайша Головкин IBF және WBA супер әлем чемпиондық белбеулерін сәтті біріктірді. Бірақтан да Головкин жапон боксшысына чемпиондық белбеуді қайтарып берді. Геннадий Головкин нокаутқа түскен жапон боксшысы Риото Муратаға чемпиондық белбеуін қайтарып қана қоймай, өзінің қазақы шапанын да сыйға тартты. Қарсыласыма үлкен құрмет, ол чемпион және солай қалады, деп жазды Геннадий Головкин Instagram парақшасында. Енді қазақстандық боксшының орта салмақтағы 3 титулы бар. Ол IBF және IBO жапондық WBA белбеуін қосты. Достар, осымен видеомыз аяқталды. Видео ұнаған болса лайк басып арнаға тіркеле кетейік. Жеңісті күндеріміз көп болсын.